Мереке қарсаңында облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы департамент пара беру мен алудың алдын алу мақсатында рейдке шығады. Сондықтан мемлекеттік қызметкерлерге сыйлықтан бас тартуға немесе белгілі мерзім ішінде арнайы қорға тапсыруға кеңес береді. Қомақты пара үшін тіпті қылмыстық іс қозғауы мүмкін. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы департаментте түрлі сыйлықтарда параға жататынын еске салды. Мемлекеттік қызметкер кез келген сыйлық үшін жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Тіпті сыйлық берген жеке тұлғаға да жаза қарастырылған. Егерде сыйлықты алған кезде әкімшілік кодекс бойынша жаңағы 600 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлеуі тиіс олар. Ал егерде жаңағы жеке тұлға мемлекеттік қызметшіге жаңағыдай сыйлық берсе, онда оған жаңағыдай 200 айлық есептік көрсеткіш көлемінде жаңағы айыппұл салынуы мүмкін. Ал сыйлықтың құны 2 айлық есептік көрсеткіштен асқан жағдайда пара беру алу бойынша қылмыстық іс қозғалады. Тіпті мүлікті тәркілеу және мемлекеттік қызметте істеуге құқығынан өмір бойы айырумен қатар 7 жылдан 15 жылға дейін темір торға қамау қарастырылған. Сонымен қатар департамент мамандары биыл арнайы қорға тапсырылған сыйлықтардың саны артқанын атап өтті. Егерде мемлекеттік қызметшіге берген кезде де ол жаңағы 7 күн ішінде арнайы фондқа тапсыру тиіс. 2017 жылдың мысалы 9 айында жаңағы арнайы фондқа 3 сыйлық тапсырылған болатын, ал осы жылдың басынан бастап арнайы фондқа 22 сыйлық тапсырылды. Қордағы сыйлықтар қатарында көбінесе картина, гүл сауыттары, алкогольді ішімдіктер, түрлі конфеттер кездеседі. Ал департамент мамандары мереке қарсаңында рейдке шығуды жоспарлап отыр. Арнагүл Исабекова, Тимофей Голев, Валерий Павлов, Ирбис телекомпаниясы.